Мен үйдегі сағаттың тықылы мен тоңазытқыштың шуын ғана естіп отырмын. Дәл қазір менің өмірімде үндемей тұрған барлық заттар маған қарап тұрғандай, бірдеңе күтетіндей. Үй тыныш. Тым тыныш. Ернар тағы сапарға кетті. Үлкен жоба, жауапкершілік, компания сеніп отыр деген сөздер. Мен ол сөздерді жаттап алдым. Жаттау ғана емес, үйреніп те кеттім. Жұрт ойлайды, бай күйеуі бар әйел бақытты. Ал менің бақыт туралы түсінігім әлдеқашан сынып кеткен. Өмірім көрінгеннен әдемі емес, жалтыр қораптың ішінде бос бөлме бар секілді. Телефон шырылдады. Ернар деп жазылған. Иә, дедім, даусымды мүмкіндігінше жайлы шығаруға тырысып. Қалайсың? Барлығы дұрыс па? Оның дауысы салқын. Ресми мен оның әйелімін бе, әлде бухгалтериядағы ассистентімін бе, кейде ажырату қиын. Дұрыс, дедім. Кешке шамамен ондарда сөйлесеміз, деді де қоңырауды кілт үзді. Хабарлама жазуға уақыты жоқ адам, менімен қарым-қатынасыңа уақыт табасын деп ойлайсың ба? Мен телефонымды үстелге тастадым. Түн терезеден қала шамы көрінеді. Өмірім бос бөлме сияқты. Иә, сәнді, әдемі, бірақ жаны жоқ. Есіктің қоңырауы безілдеді. Күтпеген дыбыс жүрегімді зырқ еткізді. Есікті ашсам, Санжар тұр. Қарапайым футболка, қолында инструмент салынған қап. Күлімсіреп тұр. Сәлем, жеңг, тоқтап қалды, көзіме ұзақ қарады. Айдана, Ернар айтты, лампочканы жанып кетіпті, деді. Мынау да бір символ секілді, үйімдегі жарықта мені тастап кеткендей. Кір, дедім. Санжар Ернардың ең жақын досы. Таныстықтары бала кезден. Бір үйде жүрген, бір нанды бөлісіп жеген. Сондықтан мен оны қайны сияқты көрдім. Ал соңғы айларда мен оның көзқарасын ұға алмай қалдым. Үндемей жөндеп жүр. Мен ас бөлмеден қарап тұрмын. Сәл еңкейгенде білегіндегі тамырлар көрініп кетеді. Күш пен тыныштық. Ернарда жоқ, жылу бар бұл жігітте. Болды, енді жанып тұрады, деді ол жоғарыдағы шамды қосып. Жарық етті. Мен кішкене қысып көзімді жұмдым. Жаным жарыққа дайын емес сияқты. Рахмет, дедім. Тыныштық. Сөз айтуға болмайтындай. Санжар қолындағы құралдарды жинап жатып. Жарайсың, деді кенет. Төзімдісің? Менің жүрегім бір сәт тоқтағандай болды. Мен бұл сөзді қанша уақыт естімедім. Неге? Деп сұрадым абайсызда. Ол маған қарады. Қарауы ұзақ, жұмсақ, бірақ қауіпсіз емес. Қарашығыма қадалып, ішімдегі айтылмаған сөздерді оқығысы келетіндей. Көзің айтып тұр, деді ол. Көңіліңде ешкім жоқ. Үйде жүрсің, бірақ жалғызсың. Мен күлген болдым. Бірақ күлкім шықтасты. Ондай болмайды, Санжар. Болмайды, деді ол. Бірақ көзінде, білем, бірақ сезем деген от бар. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Бір сәтке, тек бір сәтке. Мен біреудің мені көргенін сезіндім. Бірақ бұл дұрыс емес. Бұл қауіпті. Бұл шекара. Айналып кеттім, шай құйған болдым. Шай ішесің бе? Шем. Шай үстінде көп сөйлемедік. Әр ауыз сөз абайлап басылған қадамдай. Ернар бақыттысың деп ойлайды, деді ол аяқ астынан. Мен де солай көрінуге тырысамын, дедім. Неге? Мен жауап бере алмадым. Жауап бар, бірақ айта алмаймын. Бір кезде ол баяу ғана. Егер бір күні шаршасаң. Не? Өзіңді жоғалтып алма, деді. Осы сөз бәрін төңкеріп жіберді. Мен жылағым келді. Көптен бері жыламаған көздерім ашып кетті. Түн болды. Қайтқаның дұрыс, дедім, дауысым дірілдеп. Ол орнынан тұрды. Есіктің алдына келді. 1 секунд. 2 секунд. Қарады, тағы да ұзақ, түсініксіз, тыныстық көзқараспен. Егер біреу сені бағаламаса, бұл сенің құныңның төмен екенін білдірмейді, деді ол. Есікті жауып шықты. Мен тұра алмадым. Қабырғаға сүйене отыра кеттім. Жүрегім дүрсілдеп тұр. Дене жылы.
Сезімдер титтей қозғалыстан тұтануға дайын тұрған шырақ сияқты. Бұл дұрыс емес. Мен бұлай сезінбеуім керек. Бірақ сезініп қойдым. Жарық жанып тұр. Бірақ менің ішімде тағы да қараңғылық. Кей күндер болады ауа қалыңдайды. Сен демаласың, бірақ кеудең толмайды. Сезімің әлде қайдан бұйрық бере. Бірдеңе өзгеруі керек. Бүгін сондай күн болды. Таң атқанда ақ ауырлық сездім. Шайдың дәмі жоқ, музыка әсер етпейді. Әлем түссіз. Кешке дейін үнсіз жүрдім. Терезеге қарап, өз ойыммен жылағым келіп, бірақ жылай алмай. Сағат 9 шамасында Ернардан хабарлама келді. Бүгін келмеймін. Жұмыс. Мен оғанда үйрендім. Үнсіз қабылдадым. Телефонды үстелге қойдым. Жүрегім босап кеткендей. Мүмкін адам сезімнен шаршайды. Сол кезде тағы есік қоңырауы. Жүрегім секіріп кетті. Есікті ашсам Санжар. Қолында зонт, үсті дымқыл. Жаңбыр жауып тұр екен. Жолдан өтіп бара жатсам терезең жанып тұр. Жарайсың ба, көрейін деді. Мен жауап таппай қалдым. Жақсысың ба? Деді ол жұмсақ үнмен. Бұндай сұрақты көптен ешкім қойған жоқ. Білмеймін дедім сыбырмен. Ол кірді. Үй ішіне жаңбырдың суық иісі тарады. Мен шай қойдым. Қолым қалтырап тұр. Айдана деді ол. Сен соңғы кезде басқа біреудің өмірін сүріп жүргендейсің. Мен тоқтап қалдым. Сондай дәл айтты. Мүмкін менің өмірім осында шығар дедім әлсіз ғана. Жоқ, сен бұлай болмауың керек. Ол жақындап келді. Көзіме тік қарады. Ернар сені бақытты етіп жүрген жоқ деді. Мен тітіркендім. Ол дұрыс айтты, бірақ бұлай есту ауыр. Айта алмайсың ғой, деді ол. Айқайлай алмайсың. Талап ете алмайсың. Себебі сындырып тастайды деп қорқасың. Мен көзімді төмен түсірдім. Ашулануға құқығым бар ма өзі? Дедім күліп, бірақ даусым дірілдеп тұр. Бар, сен тірі адамсың. Сол сәтте бұрынғымен оралғандай болды. Мен жылап жібердім. Дыбыссыз. Тек көзім ағып жатыр. Ол жақындап иығыма қолын қойды. Қолының жылуы жүрегіме дейін жетті. Ренжітсе кету керек қой деді ол сыбырлап. Неге кетпейсің? Себебі мен неге лайықты екенімді білмеймін дедім. Дәл сол сөзден кейін бәрі өзгерді. Ол қолымды ұстады. Жұмсақ, бірақ сенімді. Сен бәріне лайықсың деді. Тек біреу айтуы керек еді. Біз ұзақ қарастық. Сыртта жаңбыр терезеге соғып жатыр. Үйде тек демалыстар естіледі. Бұл қауіп. Бұл дұрыс емес. Бірақ мен шаршадым. Ол маған баяу еңкейді. Мен қимылдамадым. Бір сәтке ғана. Маңдайымыз түйісті. Мен көзімді жұмдым. Жүрегім қаш деп соқты. Ал жаныма қал деп сыбырлады. Санжар сыбырлады. Айдана тоқтайық десең, дәл қазір тоқтаймын. Мен жауап бере алмадым. Тартыс ішімде. Ақыры. Өзіме қарсы шықтым. Қал дедім. Сол сөзбен мен сызықтан өттім. Өткенімді сездім. Тынысым өзгерді. Санжар қолымнан ұстап жай ғана құшағына алды. Бар болғаны құшақ. Бірақ дәл сол сәтте мен әлемдегі ең жалғыз, ең қорқынышты, ең жылы жерді таптым. Тыныштық. Екеуміз де ештеңе демедік. Сезімдер лауд, бірақ әлем салант. Ол мойныма беттеді. Тынысы жылы. Сен бақытқа лайықсың деді тағы да. Жүрегім ауырды. Өзімді әлсіз сезіндім. Тіпті кінәлі. Санжар, бұл болмайды дедім ақыры. Ол жауап берді. Жаңылсақ, екеуміз бірге жаңыламыз. Тек қазір өзіңді жоғалтпағаныңды біл. Ол менің шашымды сипады. Сол сәт әлем тоқтады. Бірақ жаңа ғана үйіме келген жылу аяқ астынан ауырлыққа айналды. Мен оның кеудесінен итеріп артқа шегіндім. Тоқтайық, біз қателесеміз дедім. Ол басын изеді. Жарайды, бірақ сен жалғыз емессің. Ешқашан.
Ол есікке қарай жүрді. Бір сәт бұрылып, бүгін сен өзіңе жақын болдың. Сол үшін өкінбе деді. Есікті жапты. Мен жалғыз қалдым. Жүрегім дүрсілдеп тұр. Қолым дірілдеп тұр. Мен тыйымды бұздым ба? Жоқ, бірақ шекарадан өттім. Ал шекарадан өткен адам ешқашан бұрынғыдай болмайды. Жанымда әлі оның жылысы бар. Терезеде жаңбыр ізі. Бөлме қап-қараңғы, бірақ жүрегімде от жанып тұр. Мен шетіне келдім. Енді не болатынын тоқтата алмаймын. Мен сол түннен кейін өмірдің екіге бөлінгенін түсіндім. Ол түнгі дейінгі мен ақымақ, сезімге елеген, өзін мықтымын деп ойған бала. Ол түннен кейінгі мен өз-өзінен жиіркенетін, қорқақ, өтірік сүйетін адам. Аружан мені көрсе бұрынғыдай жымиып қарамайды. Керісінше көзіндегі мұз секілді суықтық жанымды тіліп өтеді. Ол бәрін ұмытқандай жүреді. Бірақ мен ұмытпадым. Менің миымда сол бір кеш қайта-қайта ойнап жүрегімді теседі. Кез келген сәтте Даниярға, менің ағама, оның күйеуіне бәрін айтып қоюынан қорқам. Оның әр сөзін аңдумен жүрем. Дауыс көтеріп сөйлесе жүрегім мұздайды. Бірақ ол үндемейді. Кешірмейді де, айыптамайды да. Бәрінен күшті жаза осы екен. Бір күні Данияр тәттілер алып жұмыстан кеш келді. Үйді шаттық биледі. Ал менің ішімде қара дауыл тұр. Аружан ернін жымиып қош келдің деді. Маған бір қарап қойды. Сол қарасы ар ожданымды аямай жұмалады. Жарайсың деп тұрғандай. Өзіңді өзің жойдың. Түнде Данияр ұйықтағанда мен залда отырдым. Тынысым ауыр, жүрегім тарылып барады. Сол кезде Аружан қасыма келді. Үстіне халат киіп алған, шашын жайып қойған. Қарағанда жанымды тіліп өткендей болды. Сен неге тыныштық таппай жүрсің? Деді ол. Даусы тым жай, бірақ ішінде темір бардай салмақты. Мен үнсіз қалдым. Жауап таба алмадым. Кешегі нәрсені ұмыта алмай жүрсің бе? Деді. Мен басымды изедім. Сен қателестім деп ойлайсың ба? Мен тағы да басымды изедім. Ол сыңғырлап күлді. Бірақ ол күлкіде мейірім жоқ, еріншектікте жоқ, кек бар. Сен ойладың ба, мен саған ұмытылмас сезім сыйладым деп? Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Жоқ, деді ол. Мен саған жаза сыйладым. Өмір бойы ар ұжданмен күрессін деп. Мен демалмай қалдым. Тамаққа біреу тастығып қойғандай болды. Сен еркексің деп ойладың ба? Деді ол. Жоқ, сен әлсіздіксің. Мен басымды төмен салдым. Данияр сені ағасындай көреді. Ол сен үшін бәрін берер еді. Ал сен не бердің? Бір түнге бола өзіңді саттың. Ол жақын келіп құлағыма сыбырлады. Мен саған ештеңе сезген жоқпын. Ештеңе. Сен менің таңдауымда болған жоқсың. Сен маған керек емес едің. Мен тек сенің кім екеніңді білгім келді. Мен демалмай қалдым. Дүние тоқтап қалғандай. Енді өмір бойы осыны ұмытпа деді. Күнде айнаға қарап мен сатқынмын деп айт. Содан кейін ол бұрылып жатын бөлмеге кіріп кетті. Есік ақырын жабылды. Ал мен жалғыз қалдым. Сол минутта түсіндім. Ол түн жеңіс емес. Ол түн үкім. Мен Аружанға емес. Өзіме опасыздық жасадым. Және бұл жаза ешқашан бітпейді.